Hello. Men bugun bakalavriatda birga o'qigan qizbin qizisim metroda o'zining universitetini aparat. Men shu yoqda Shekspirning poemini ko'ramiz. Hozir metroga o'tib baradim. Eng qizig'i men o'zbekcha bilmayman. Bilan bilmayman. Biroq каким-то образом türkçe söyleyebilirim. O kişi barib olib, kafelerga kirib olib, isteb olib o'zbekcha söylesang aytib deb. Қазақша сөйлесең түсінбейді енді. Ағылшынша сөйлесең түсінбейді енді. Түркше сөйлесең шамалы былай түсінеді. Бірақ түркше қайбір керемет дейсің. Ташкенттің метросы. Тұрсын айтқаз осы жерде күтші. Университет. На колесо обозрения отырдым. Мама 28 жыл көз алдымнан бұл жанып өте шықпай шығар ма? Ішіне приблизительно ойлаудым қана жердесі тоқтап қалса деп бекіттен қатты қорқам мен. Қазір менің бойым Tanıştım bastayım ha. Benim boyum 1.55 desem. 160 koptu. Komapta. Kешегідей настрой жоқ. 1 сағаттық ұйқымен жүргесін. Реально ұйқым кеп кететін мен. Қайтқым кеп тұр. Любамды құшақтап жатқым кеп тұр. Все болды. Мына видеоны ше біріктіруім де мүмкін, біріктірмеуім де мүмкін. Сондықтан бағанағы неге Шекспирге бара алмадық, барып едік, орын толып қалған екен. Сонымен біз қайтып кеттік. Қазір Қазан деген жерге жатырмыз. Мында көбі Шевролет екен. Прям Шевролеттің райы. Ayda uçurup girmedi. Ne alır men şaşırık istesen ya? Var mı şimdi? Ben lan şimdi istedim o. Sevdik istedesin. Şimdi korkmasın. Oy. Бұл біздің екінші қонағы. Бірақ екінші қонағы өте сәтсіз болды. Прям өте сәтсіз. Маңдайым жылдап тұр. Өте сәтсіз. Осымен біздің Ташкенттегі күніміз тамам. Біз бүгін ұйықтамаймыз деп шештік. Но мен көзім өзінің өмірін сүріп жатыр. Көріскенше күн жақсы.